әдеп ғұрып деген нәрсе бар. Әдеп ғұрыптың өзі өзінің бастауын діннен, ұлттық болмыстан және жаңағы заманның ағымына байланысты қалыптастырады. Бұл әдеп ғұрып. Соңғысы наным сенім деген дүние бар. Көбіне бізде мына діни жаңағы қағидаттарды қатаң ұстана бастаған азаматтармен түсініспей қалатын жеріміз осы жер. Яғни кейбір жат ағым өкілдері мынауың ширк, мынауың бидағат деген кезде осы наным сенімге тиісіп жатады. Мысалы жаңағы босағаға кәрі келіп қою, жаңағы бесіктің басына үкіліп қою, кешке тырнағыңды алма деген сияқты ырымдарды бұлар айтады. Сендер тағдырды, тылсымды Алладан күтпейсіңдер, сендер заттан күтесіңдер. Бұл Аллаға серік қосу дейді. Тіл көзден сақтайтын арнайы дұғалар бар, ал сендер оған сенбейсіңдер де, келесіңдер де қызыл шүберек байлап қоясыңдар дейді. Бұл Аллаға серік қосу дейді. Ал енді оның түбін, негізін, шығу тегін зерттеп келетін болсақ, біздің ата-бабаларымыз Аллаға серік қосқандықтан емес, немесе сауатсыздықтан емес, оны бір қандай да бір амал әрекетке қатысты қалыптастырған көреміз. Мысалы, үкінің аяғын бесікке ілуді айтайық. Енді елдің ішінде көп пайдаланатын. Неге іледі деген кезде біз былай айтамыз: баланы бәле-жаладан қорғайды дейміз. Бұл ырым. Енді жат ағым өкілдері келеді де мынаны айтады: сіздер дінге қарсы нәрсе жасап жатсыздар дейді. Яғни дін мен салт дәстүрді бірін-біріне қарсы қояды. Енді бұл ырымды айтады. Біздің ата әжелеріміз немесе мына ұлттық құндылықты ғана дәріптейміз деп жүргендер айтады: біздің ата әжелеріміз осылай ілді, бұл баланы пәле-олғадан қорғады ма? Қорғады дейді. Енді қалай қорғады деген кезде дәлелдей алмай қалады. Сонан тұрады да жаңа жат ағым өкілдері баланы пәле-жаладан қорғайтын үкінің аяғы емес, Алла дейді. Ақылға салсаң солай. Ал енді ғылымға салатын болсақ, оны ұлттың қалыптастырған салт дәстүрінің шығуына салатын болсақ, бұл мүлде дінге қатысы жоқ. Үкі деген құс жылан тышқан жеумен қоректенетін құс. Өздеріңіз жақсы білесіздер, кезінде ата-бабамыз киіз үйде өмір сүрді, туырлықты түріп қойып, баланы бесікке жатқызып, өзінің тіршілігімен жүреді. Бір мал кеп қалады, не қонақ кеп қалады. Сол кезде үйдің егелері абыр-сабыр болып, баланы бір сәт көзден таса қылып алуы мүмкін. Ал ол кезде түрулі тұрған туырлықтың ана басынан мына басына жыландар өтуі мүмкін. Сол кезде балаға жылан жаңағы кесірін тигізуі мүмкін. Немесе түнде бесікке бөлер кезде жылы жерге жылан кіріп бесіктің ішіне жатып қалуы мүмкін. Сондай болдырмау үшін үкінің аяғын іледі. Өйткені үкінің иісі шығып тұрған жерге жылан жоламайды. Неге? Өйткені үкі өздерін жейтін болғандықтан, олар үкі тұрған жерден қашады. Тіпті керек болатын болса, жыланның илеуіне үкінің бір тал қауырсын апарып тастасаңыздар, жыландар өздеріне қауіп төніп тұр деп ойлап, илеуін тастап шығып кетеді. Міне осындай амал әрекеттер сипатында қалыптасып, оның қайдан шыққаны ұмытылған кезде бұл ырымға өтіп кетеді. Немесе әдеп бағытында қалыптасу негізі ұмытылған кезде бұл да ырымға өтіп кетеді. Осыны түсінбей келеді да дін мен дәстүр деп бөліп қарастырады.